қарап отырсам бұл тамаққа тойып жегенімізге бұл мешеулік екен де. Менің Ұзақбай деген ағам бар, үлкен кәсіпкер. Соның ресторандары бар. Ол да бір жол әңгіме айтты. Бір француз рестораторды шақырдым деді. Сол қазақтың тойына шақырыпты. Келгеннен кейін қазақтың тойы болған, тойға барғанда отыра салысымен анау дастархандағын санап есептеп жіберді. Енді 10 орындық отыр. Мына 10 адамға мөлшерленген. Айтты дейді, мына жерде бір адамға есімде жоқ, енді 1,5 килограмм тамақ деп айтты дейді. Әлі ана ыстық тамақты кемеген кезі. Мынаның бәрін кім жейді деп таңғалды дейді. Соны біз айтамыз дейді, отырғандар жейді деп. Содан кейін ана табақ ет келген кезде, одан кейін тағы да екінші тамақ келген кезде француз басын шайқады дейді. Не деген сұрапшылдық деп. Не деген сұрапшылдық деп. Басын шайқады дейді. Бұл енді мешкейлік деген сөз ғой. Түк мақтанатын жағдай емес екен. Енді қараңыздар, Қазақстанда ең кедей халық қазақ, оны мойындаймыз. Баспанасы жүрген түрікті келмейсің, ұйғырды көрмейсің, өзбекті көрмейсің, орысты көрмейсің, күрдті көрмейсің, кәрісті көрмейсің. Бірақ дәл қазақ сияқты дарақыланып, той жасап атқан сол ұлттарды көрмейміз. Пригласительный билет на свадьбу, мой фюрер. У этих казахов той как матрешка, из одной выходит другая. Надеюсь, ты им сказал, что я не смогу поехать? Нет. Просто кошмар. 250 и той за один месяц. Я уже целый бюджет Германии только на одних этих беташарах. Еще одну свадьбу я просто не переживу. Мне нужно спрятаться от них, свалить куда-то. Короче, есть. Мой фюрер, куда вы свалите? Казахи везде, в Лондоне и в Дубае, они все равно вас найдут. Тогда застрелюсь. Мен Шымбұлаққа жастарды алып барам, арқасынан шаңғын іліп алып, сноуборд іліп алып, қымбат шетелдің киімін киіп, сырғанап жүрген басқа ұлттар. Енді айталық, жеріміздің қазы қартасы қайсы десе, жеріміздің қазы қартасы Алматыны алсақ, Шымбұлақ, Ақбұлақ, Таудастархан сияқты қымбат ресторандар, спа орталықтар, қымбат спорт залдары, кроссфит. Сол жерге барсаң, мен кроссфитке барып жүрдім. 90% орыстар мен кәрістер. Енді қарасақ, қазақтар жал мен жаяны, қазы мен қартаны сол басқа ұлт өкілдеріне беріп қойғанымызда, өзіміз шек қарын, сүйек саяқ, бақай сирақпен қоректеніп жатырмыз. Еліміздің бүкіл сүбелі жерлерін басқа ұлттарға беріп қойғанбыз. Біздікі даңғазалық, той. Бір парша! Сол тойға шырылдауық шегірткелер шақырамыз әншілерді. Олардың ақылы тамағында. Соған қарыздан соған ақша береміз. Бірақ баспанамыз жоқ. Сол баспанасы жоқ қазақтар сол ақшасын тойға шашып жатыр. Ал енді баспанасы бар, бағана қымбат жерлерде жүрген басқа халықтар тойға шашылып жатқан жоқ. Шымкент, Алматы, қай қалаға келсең, үлкен тойханалар. Мына алматылықтар білет. Ана жерде бізде Талғардың трассасы дейміз, сол жерде Қуаныш деген ресторандар, Диана деген ресторандар. Соның 7-8 Қуаныш, 7-8 Диана салып тастаған. 500-600 адамдық ресторандар. Солардың иелері түріктер екен. Біз дарақы қазақтан ақша жасап жатыр. Өздері шылқамайға батып жатыр. Осы тойды тоқтататын уақыт келді ғой деп ойлаймын. Енді мен 60 жасқа толайын, не болайын өзіме серт бердім. Ешқандай сондай дарақылық той жасамаймын. Сол тойға кеткен ақшамды одан да қайырымдылыққа жұмсайын. Одан да елімнің дамытатын бір шараға жұмсайын. Біз білімнен де, ғылымнан да, кәсіптен де кенде қалып қалған шырылдауық шегірткеміз. Шырылдауық шегіртке шырылдап жүріп ән салған, көгалды қуып гөлайттап, өлеңмен жүріп жаздалған дейді. Қыс келет, сол кезде біз ана орыстардың, кәрістердің, ұйғырлардың, өзбектердің, күрдтардың есігін қағамыз, есігін ашпайды олар. 32 жылы Қазақстанда тек қана қазақ қырылған, басқа ұлт қырылмаған. Тура сол сияқты алдымызда қиын заман келе жатыр. Осыны ойлайтын болсақ, осы тойды доғарайықшы 5 жылға. Соңын арқан әдетке айналады. Тойымызға бір жақын туысқандарды ғана бір 30-50 ең жақын адамдармен ғана той жасау керек. Сол кезде ана тойға келетін адамдардың да ақшасы қалтасында қалады. Оңен олар да бәсекелесіп той жасамайды. Ана ресторан, кафелердің бәрін өндіріс орнына айналдыру керек. Сол ақшаның бәрін өндіріске салу керек. Сол кезде ғана біз дамимыз. Осы видеоны бәріңіз таратып, әрқайсымыз осылай өзімізге міндет алайықшы. Осы дарақылық тоқтамайынша,
осы трашты тоқтамайынша біз жарымаймыз. Бұл барлық қазақтың жан айқайы. Сол кезде бәсекелестік қалады. Анау бастасын, мынау бастасын деп емес, біз бастайық. Мен бастайын, сіз бастаңыз. Сол кезде ғана біздің экономикамыз алға дамиды. Келісесіздер ме? Келіссеңіз, барлық достарыңызға, туыстарыңызға өз сөздеріңізді жазып тарата жүріңіздер. Осының астына бәрлеріңіз, пікірлеріңіз қалдырыңыздар. Қоғам болып талқылайық. Біз халықпыз. Басқа да әрине проблема жетеді. Жемқор билік, коррупция, әділетсіздік ол жетеді. Оны да біз дәл осылай талқылап, қоғам болып шешуіміз керек. Келсесі деп ойлаймын. Ел бүгіншіл, менікі ертең үшін дейді. Мына дарақы немелер қояйық та, баласына бір той жасап бере алмай. Баласына бір той жасап бере алмай. Басқа тойда тойламасам тойлама. Елдасың бар мен ойласың. 30 күн ойын, 40 күн тойын жасау деп мақтану, көп тамаққа мақтану, қайыстыра дастархан жасау, онымен мақтанбайықшы. Біз мақтаншақ ғылым, біліммен, жетістікке жеткен балаларымызбен жасаған өнеркәсібімізбен мақтанайық. Жапондар сияқты мақтанайық, кәрістер сияқты мақтанайық. Сол кезде мақтан қазақ. Төбесі көкке жетпей тұразақ деп ішкен тамағымыз, киген киімізбен емес, ғылым, біліммен ғана. Қолдайсыз деп сенемін мені. Траш бізді тыржалаңаш қалдырады. Даңғазалық бізді орға жығады. Осыны тоқтатсақ.